Білгенге бар қырықтың қасиеті. Сөзі Дүйсенбай Нұрпашұлынікі. Қырыққа бар жеткенде, жетпегенде, 40 жасын тойлайды көптегендер, асаутайдай зулаған мұны өмірдің қырқасына іліктім ептеп менде. 40 жаста толысар күшпен ақыл деген сөз бар бұрыннан қалған нақыл. 40 жасқа дейінгі жиғаныңды шашпай төкпей той қылып берген мақұл. 40 сөзі киелі сұрыптаңыз, тізе берсең көп шіркін 40 қаңыз. Мұсылманның мойнына парыз етіп, Аллах салған өлшеммен 40 парыз. Ерік сезім, ақылды баурап күшпен, ораза ұстап тамағын аулақ тішкен. 40 күнде Раббым тарапынан Тұр тауында Мұсаға Таурат түскен. Қарап тұрсаң бұл жай таңданарлық, жоқты Аллах қояды қайдан барғап. Мұхаммедтей жердегі елшісіне 40 жаста сыйлапты пайғамбарлық. Келтіріп иманыңды дұрыс жүрсең, жасайды ол ылғи саған дұрыс сілтем. Жолдас болып жігітті жебей жүрер, әулияға ай берен 40 шілтен. Жақсы сөздер қалмасын досқа айтпаған, жолдас болмас сөзіне қосқан сайтан. Кеше өткен әулие бабаларым 40-тың бірі Қыдыр деп босқа айтпаған. 40 жас бұл күшіңді шамалайтын, 40 жас бұл ауқымдой қамалайтын. 40 жаста жақсы дос қолдау беріп, 40 жаста жаман дос табалайтын. 40 жаста артыма қарайладым, тұрғандай боп алдында шарайнаның. 40 жаста сезімге нұр сөбелеп, жүрегіме құйылды арайлағын. Ауыртпалық түссе де мойынға сан, иіліп тек шартсынбау шойынға тән. Әжу айтып мазақ қып келгендерге 40 жаста өзімді мойындатам.